Баяғыда марқұм әжеміз айтатын ғой. Ей, ауылда ұры пайда болды. Абайлаңдар, мал ұрлап жатыр деп. Кішкентай бала болған ғой. Әке-шешесімен қонаққа барады екен да. Сол үйдің ойыншығын ұрлап кете береді екен да. Жайлап қойнына салып білдіртпей кете береді. Әкесі үйіне барған екен, "Ой" деп, "Кімнің алдың?" деп сұрайды ғой. Ана үйден алып кеттім. Сонда айтпаған ғой, "Мынау ұрлығы болады. Мынау сұрап алу керек. Болмайды балам" деп ақыл үйретпеген ғой. Еркелетіп, "Болады, алсаң ала бер" деп жүре берген ғой. Содан ана баланың қолының сұғанағы пайда бола бастағанын көрдім да. Сөйтіп жайлап өсе келе бір күні жұмыртқа ұрлап бастаған ғой. Жайлап жасы келген сайын бар ғой. Тауыққа өткен. Қой, сиыр, жылқы, түйеге дейін ұрлаған ғой. Түйеге дейін ұрлап, мал ұрлап. Бай болған ғой. Малдан шірген бай болғанда бір күн үйленді. Үйленіп дүркірет той жасап, дүниеге 3 бала, 3 қыз кепті ғой. Осы уақытқа шейін ешкім таппаған, таба алмаған, ұстай алмаған. Содан енді қорлық дегеннен шығады ғой. Ең сорақысын айтайын саған. Шал 70-ке жақындағанда өзінің көзі тірі тұрып 3 баласы бір күнде, бір мезетте көз алдында бірден қайтыс болған ғой. Оны маған қарап айтпай қойса сен. Вообще айтып атқаным ғой. Мен естіп отырмын ғой, жерде отырмын ғой, сен қасында отырмын ғой. Жарайды. 3 қызы болған ғой ақсақал. 3 қызын дүркірет той жасап күйеуге шығарып сатты. Соның ар жақ бер жақтары дұрыс болмаған ба, 3 қызы қайтып кетті ғой. Қайтып кетті да әкесіне қарап, "Сенің кесірің" депті ғой. "Сенің кесірің" депті. "Ей, шал! Сенің кесірің" деген ғой. Жалғыз әкелерін тастап, 3 қызы кетіп қапты ғой қарамай. Дәу катажиде жалғыздықтан құса болып өлген ғана шалшы. Алдыға қарап айта берсей. Шалдың өлген маған айтпай. Сайлаудың үйіне қарап айтшы, тонап кетті ғой. Кешіріңіз ақсақал, сезімге беріліп кеттім ғой. Эмоцияға беріліп кеткен ғой. Ұрлық көрдің ба? Ұрлықтың зияны бұл. Иә. Ұрлықтың зияны сенің өзіңе келмейді. Бірақ сенің артындағы ұрпаққа келеді ол. Ұрпаққа түсіндіру керек қой осының бәрін. Ұрлық түбі қорлық деп тұр ғой, балам, жұмыртқа же. Не болды сонша шошыдың ғой? Жұмыртқа жемеймін. Неге? Тойдым. Жеген жоқсың ғой бірде. Аллергиям шығып отыр, аллергиям. Жұмыртқаға ма? Витаминнің бәрі жұмыртқады ғой, неге жемейсің? Витаминнен шығып отыр аллергиям.